Иран неге Американы емес, араб елдерін соққылап жатыр? Таяу шығыста тағы да от тұтанды. Көпшілік бір сұрақ қояды. Егер Иранның басты қарсыласы Америка болса, неге соққы араб елдеріне бағытталып жатыр? Бұл жай ғана әскери қадам емес. Бұл үлкен геосаяси шахмат тақтасындағы жүріс. Иран үшін Америка алыстағы алып держава, ал араб елдері жанындағы көрші. Жақын қарсылас әрқашан қауіпті. Себебі ол сенің аймағыңда сенің ықпалыңды шектеп тұр. Біріншіден, Иран өзін аймақтық держава ретінде көрсеткісі келеді. Ол Парсы шығанағында, Иракта, Сирияда, Ливанда ықпалын арттырды. Бірақ бұл ықпал араб монархияларына ұнамайды. Әсіресе Сауд Арабиясы мен Біріккен Араб Әмірліктері Иранның күшеюінен қауіптенеді. Екіншіден, Иран Америкаға тікелей соққы жасаса не болады? Бұл бірден толық масштабты соғысқа әкелуі мүмкін. Ал ақш жай мемлекет емес, ол әскери қуаты әлемдегі ең мықты державалардың бірі. Сондықтан Иран тікелей қақтығыстан гөрі жанама қысым жасауды тиімді көреді. Мысалы, Иран кейде де Йемендегі хусит қозғалысын қолдайды. Олар Сауд Арабиясына соққы жасайды. Ресми түрде бұл Иран емес. Бірақ саяси месседж түсінікті. Бұл тікелей емес соғыс. Үшіншіден, Иран үшін араб елдері тек қарсылас емес, идеологиялық бәсекелес. Шииттік Иран мен сунниттік араб әлемі арасындағы текетірес ондаған жылдарға созылып келеді. Бұл тек саясат емес. Бұл ықпал, діни бедел, аймақтық көшбасшылық үшін күрес. Америка бұл жерде кейде тікелей ойыншы емес, арттағы стратег ретінде көрінеді. Ал Иран көршілеріне қысым жасау арқылы ақштың аймақтағы одақтастарына сигнал жібереді. Біз бұл аймақта бармыз, бізбен санасыңдар. Төртіншіден, экономикалық фактор. Иранға қарсы санкциялар жылдар бойы жалғасып келеді. Мұндай жағдайда ел ішіндегі назарды сыртқы қауіпке аудару классикалық саяси әдіс. Қауіп сыртта болса, халық ішкі проблемаларды аз талқылайды. Бірақ тағы бір маңызды жайт бар. Иран үшін басты мақсат тікелей соғыс бастау емес, тепе-теңдік орнату. Егер ол Американы соқса, жауап өте ауыр болуы мүмкін. Ал аймақтағы араб елдерімен шектеулі қақтығыстар бақылауға болатын қысым құралы. Бұл үлкен соғыс емес, шектеулі қысым саясаты. Дегенмен жағдай қауіпті. Бір қате зымыран, бір қате шешім, және бүкіл аймақ жалынға орануы мүмкін. Парсы шығанағы әлемдік мұнайдың күретамыры. Ондағы тұрақсыздық бүкіл әлем экономикасына әсер етеді. Сондықтан Иран әр қадамын есептеп басады. Ол Американы ашық соғысқа тартқысы келмейді. Бірақ оның аймақтағы одақтастарын әлсіреткісі келеді. Бұл тікелей соққы емес, айналып өтетін стратегия. Сұрақ әлі ашық. Бұл тактика уақытша ма? Әлде үлкен қақтығыстың алдындағы дайындық па? Таяу шығыстағы әрбір жарылыс жай ғана әскери оқиға емес. Ол жаңа кезеңнің белгісі болуы мүмкін. Осындай видеолар ұнаса, арнаға жазылып, лайк басып, комментарий жазып қолдап қойыңыз. Сіздің қолдауыңыз бізге келесі видеоларды шығаруға үлкен шабыт береді.